Баршаңызға сәлем, біздің арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз ерекше форматтағы хитқа жауап деп аталатын ойынды бастаймыз. Әлеуметтік желідегі негативке қалай жауап беру керек? Біздің қатысушыларымыз біздің карточкаларға қалай жауап бере алады? Бүгін осында бірге білетін боламыз. Алдымен қатысушыларымызбен танысайық. Бәріне сәлем достар, менің есімім Камила, мен Абай университетінің 2-ші курс студентімін. Жасым 19-да, менің мамандығым екі шет тілі мұғалімі. Сәлем достар, менің есімім Ажар, мен Хату университетінде компьютерді оқу ғылыми факультетте оқимын, 3-ші курста, жасым 19-да. Ал енді ойынды бастайық. Алдымызда комментарийлер бар екен, соларды бір-бірден оқып, өзіміздің ойымызды білдірсек. Бірінші Айнара 56 деген кісіден кепті. Қалай осылай жылайды екен, телефон қосып қойып, біреу үшін ба дейді. Біріншіден адам жылағанда өзінің эмоциясын білдіреді, ол біреу үшін емес, өзі үшін түсіреді. Ал егер уже выставлять етеді, өзі салама салмаймын, ол адамның өз ісі деп ойлаймын. Сол себепті бұл кішкене бір түрлі хейт үшін. Солай. Dabылова Балнур. Құдай жағына күш қуат берсін, жап-жас болып не деген жақ талмайтын. Жастық сол үшін берілген, менің ойымша, поэтому не айтатынын білемін. Келесі, кеше ақ колготки, бүгін қызыл колготки, еңлік өзінше модицамын деп отырма, елге күлкілі болмашы. Ауызда дорбадай шашында жаман түрі быт-шыт бетіндегі бояуыңды шешіп, қызыл колготкимен арбатқа шықшы, күлкіге қарқ боласын халықтың. Арбатқа шығып, өзім сол жақта мода көрсететіндей болып тұр. По идее, адамның не киіп, қандай колготки киіп жатқанына қараған бір түрлі деп ойлаймын. Наоборот, қазір 21-ші ғасырда мода деген әңгіме болып жатқандықтан, әр адамның өз таңдауы бар. Сол себепті hate on shame үшін. Слабы. 21-ші ғасырда адам өз қалаған киім киеді, сол чорам болмасын. Келесі комментарий бізде қайтадан сол кісіден, Dabылова Балнур. Өлә, мына қыз таза мыжың екен, құрсын басыма ұрып кетті. Мынаны қатын қылып алсаң жындығып қоятын шығар деген комментарий жазыпты. Еще 161 адам лайк басыпты. В общем, Балнур ханым, сізге айтарым. Қыз қанша сөйлесе де, сөйлемесе де, оның контентін көріп жатқан ол сіз. Поэтому сізге налыңыз, ол сіз көрмей ары өтіп кету керексіз, біріншіден. Екіншіден, әр адам біреудің слугасы болып бару үшін бармайды біреудің үйіне. Адам махаббат болғандықтан бір-біріне тиеді, өмір сүреді. Сол себепті менің біреудің үйіне барып, біреуді жындығып қоям ба, қоймайым ба, ол сіздің тілегіңіз. Келесі комментарий Ярашевна 74-20-23. Сен айтатын ән емес бұл, нағыз сымбатты керемет дауыс иесі айту керек, білдірме әнді. Бірінші енді әнді білдірген жоқпын. Екіншіден мен өзің не айтқанын білем, поэтому. Әжесінің көзі соқыр, құлағы керең-ау деймін. Интеллигентный семьяның қызын көріп тұрған жоқпын, деп бізге Меркулова Құралай жазып жіберіпті. Әжемнің көзі де көріп тұр, құлағы да естіп тұр. Сол себепті интеллигентный семьяның қызы болғандықтан осындай нәрселер жасап жүрміз. Өзіміздің қалауымызбен өзіміздің өмірімізді сүріп, ешкімнің айтып жатқан хейтін тыңдап жатқан жоқпыз. Позитив енді бұндай емес қой. Әдемі жерден әдепті қызға жарасатын қылықты болсаң, әр адамның өз қылығы өзіне жарасымды болады. Сізге үлкен кісі болып алып, осындай комментарий жазған мен сізге ұят деп ойлаймын. Келесі комментарий бізде Айару 84-30. Табиғи түрлерін жаман болған соң 1000 тонна краскамен теттерінді жасырасың. Косметика туралы енді каждый решает, что делать со своим лицом. Кто-то хочет украсть, кто-то нет. Какая разница вообще? Келесі. Наның түрін әр кемпір сияқты, осыған дейін тек беттегі бояу екен масқара. Осы беттегі бояу әдем болу үшін түрінде әдем болу керек. Сол себепті бұнандай Лена деген кісінің комментарий кішкене болмайды кейін. Ойбай, любви өскенмін деп қоймайды. Бәріміз солай өстік қой, но сенде не только любви сияқты миды жеп қойдың ғой дейді. Бұл егер миды жейтіндей әңгіме болса, біріншіден ол сіз көріп жатқан контент. Екіншіден айтатын болсақ, ол сізге откликация етеді. Ішіңізде бір нәрсе бар шығар, может сізге ол
жагымды эстилмейтиндиги, потому что ар адам эгер өзүнүн минустары, теневая сторона деп әңгіме айтатын болсак, сол теневая сторонадагы әңгіме унамаса, ол өзүнүн жынына тиет. Может, сизге сол себептен унамайды. Бирок мыйды жеп коятындай әңгіме ол башка адамдарга унап жаткандыктан ары карай түсүрүлөдү. Сол себептен бул хейттин мындай орунсуз деп ойлойм. Енді бізде соңғы және ең үлкен комментарийimiz қалды. Бір оқып шығайық. Кәрі қыз көз тартатын бұрындары әріңіз, сізге қарап қызығушы ек бәріміз, уақыт өзінікін алған ба, атаныпсыз бұл күндері кәрі қыз. Үстіңе киіп жүрсің сәнді киім, тағатының жылтырақ алтын бұйым. Жалғыздыққа арналған жолдама ма, құтты болсын жақында алған үйің. Көп мінез қажетсіз өшірмедің, есімде хан қызыңдай есіргенің. Кезіксен де жалғыздық жалмауызбен, талайларды қор санап менсінбедің. Жассың деп алдайды ма көңіл шіркін, таусылмапты әлі де ойын күлкің. Анашың айтпайды ма сізге кеңес, өкінетін кез келер іштей бір күн. Өмір осы сынайды төзіміңді, кәрі қыз атанудың өзі мұңды. Ой, нағыз өлең ғына. Дидар 26:07 уақытың көп екен өлең жазатын. Реально. Бүйтіп бір танымайтын әшейін видеосын көріп қалған қызға осындай өлең арнасам енді білмеймін. Біріншіден, екіншіден кәрі қыз деп атайтындай біреудің жасын сынап керек емес. Үстіңе киіп жүрген киімің, естеген қылықтарының бәрі ол әр адамның өзіне жарасымды болады. Сол себепті мен ата-анаңа бір нәрсе ұнамаған жағдайда олар саған айтады. Бірақ егер ата-анаң түсінікті, андай махаббатқа толы болса, олардың да саған сенің любой таңдаған выборыңды олар да таңдайды и примут тебя с уважением, так скажем. Поэтому в общем солай. Өзіне қарай ғой қарағым. Осымен біздің комментарийларымыз бітті. Бүгін біз әлеуметтік желідегі хейт комментарийларды оқыдық. Студент қыздарға осындай сөздер ауыр тиетіні анық. Бүгінгі шырағыма қатысқандарыңыз үшін рахмет. Біздің шырағым сіздерге ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.